Білім күнінде Астана қаласында 110-шы мектеп есігін айқара ашты. Мектепте 2691 оқушы білім алатын болады. Мектебімізге 71-ші және 78-ші орта мектептен оқушылар мұғалімдермен ауысып келді. Бұл әрине 3 ауысымдық мәселенің шешімін табады. Маған осы мектеп өте ұнайды, маған өте жақын мектеп. Бұл жерде теннис, спорт өте көп ойнайтын жерлерде, және де оның сыртында волейбольный, баскетбольный, футбольный алаңдары бар. Қасым-Жомарт Тоқаевқа біз ата-аналар атынан, өзім атынан ризашылығымды білдіремін. Осындай күшті, сәнді, ашық, жарық, барлық жағдай жасалған мектепте оқып, балаларға үлкен бақыт. Впечатления в первую очередь замечательные. Сейчас посмотрели актовый зал. Это просто невероятно. Сейчас зашли в кабинет труда. На каждом столе есть чемоданчики с инструментами. Вижу, что есть инструменты, инвентари, а также есть станки. Очень красиво, очень комфортно. Мектепті тұрғызуға бар күш-жігерін салған осы қызметкерлерге, құрылысшыларға, Самұрық Қазына Констракшнның қызметкерлеріне, жұмыскерлеріне шын жүректен алғысымды ата-аналар атынан білдіргім келеді. Мектеп өте тамаша тұрғызылған, іші жақсы, барлық мектепке қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған, кең, таза, жаңа екені көрініп тұр.